тегінші мектеп-лицейдің 10-шы сынып оқушысы Тұрлыбек Зәулім. Сіздерге алтын қазына сайысының ұлттық киімдер бақыты бойынша келіп отырмын. Бұл менің коллекциям. Бұл киім үлгісі бізде қос нақыш деп аталады. Джинс пен оюдың тренд пен дәстүрдің қосындысы болғандықтан дәл осындай ерекше ат қойған болатын. Жалпы бұл киім бізде джинс матасынан тігіліп жасалынған, алдыңғы бойларында оюлар, ал бізде белдемшесі лен матасынан жасалып шығарылған. Ал бұл киімнің ерекшелігі бұл бізде екі жақты. Ал бұл екінші жағында бізде көгілдір түсті лен матасымен тігіліп жасалынған, белдемшесімен ұқсас, ал артқы бөлігінде бізде қошқар мүйізі бейнеленген, ал оның бойына дәл осындай әшекей тігілген. Бұл киім үлгісі бізде ұрпақ өнеге деп аталады, яғни бізде ұлттық мұра мен білім-біліктің байланысқан түрі болып табылады. Жалпы бұл киім бізде классикалық матадан жасалған, яғни классикалық стильде офистерге немесе мектепке киюге арналған киім үлгісі, яғни белдемшесі мен костюмы бейнеленген. Бұл костюмның артында бізде дәл осындай ою бейнеленген, ал біздің белдемшесінің алдында дәл осы матаның ақ түсінен дәл осындай ою бейнеленген. Бұл киім үлгісі бізде ұлы дала стилі деп аталады, яғни қазақ халқының кең даласын ұлттық руханиямен біріктіреді. Бұл ақ көйлек бізде шифон матасынан тігілсе, ал бұл корсеттің үстіңгі бөлігі кокер матасынан тігіліп жасалып шығарылған. Бұл корсеттің діңінде үстіңгі бойындағы бұл оюлар бізде жүннен бастырылып тігілген. Бұл киім үлгісі бізде бойтұмар деп аталады. Бойтұмар секілді қасиетті стиль қазақ халқының ұлттық стилі спорттық стильдің үйлесімі. Жалпы бұл бізде тройка деп аталады, яғни үштік. Бізде ең алдымен бас киімі бізде ерекше стильде жасалған, яғни ең жоғары бөлігіне құрақ бейнеленген, және де дәл осындай алдыңғы бөлігіне бізде әшекейлер бейнеленіп, артқы бөлігіне екі құрақ бейнеленіп жасалып шығарылған. Ал бізде дәл осындай шапанның артында айналма үш құрақ бейнеленген, ал алдыңғы бөлігінде құрақ бейнеленген. Ал бұл жейдесінің алдында дәл сондай бойтұмар секілді кіргеннен үш құрақ бейнеленген. Бұл киім үлгісі бізде қамарсу деп аталады. Бұл киім үлгісі арнайы кештерге киюге арналған, тігінен бізде ою-өрнектер бейнеленген. Жоғарғы бөлігінде бізде түйе табан бейнесі, ал ортаңғы бөлігі арқан, ал ең астыңғы бөлігінде бізде қауешкі оюы бейнеленген. Жалпы бұл киім үлгісінің жинақылығы бізде сұлулықтың белгісі, сол себепті бұл киім үлгісі қамарсу киімі деп аталады. Бұл киім үлгісі бізде алтын тамыр деп аталады. Қазақ халқының байлығы мен сәндігінің ерекшелігін ерекше көрсетеді. Жалпы қазақ халқында қызыл түс ерекше болғандықтан, қызыл түстегі грета матасынан дәл осындай дойка жасалып шығарылған. Жалпы бұл киім үлгісінің ерекшелігі бізде тік жағамен осы капрон матасынан жасалынған дәл осындағы бойына және де шалбардың екі жиегіндегі желбірі, ал қолындағы және де белдемшесінде мен шалбарындағы бейнеленген оюлар бізде арнайы трафаретпен бастырылып шығарылған.